Сәлеметсіңдер ме балалар, 2 сынып математика пәні. 50-ші сабақ сандарды рим цифрларымен жазу тақырыбы. Балалар, бүгінгі сабақта 12-ге дейінгі сандарды рим цифрларымен жазуды және оларды оқуды үйренетін боласыңдар. Бірінші тапсырма, бір таңбалы натурал сандарды кему ретімен жаз дейді. Олай болса, бір таңбалы сандар 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Келесі ондықтарды өсу ретімен жаз. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Енді жүздіктерді кему ретімен жазамыз. 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200 және 100. Келесі 5 және 7 цифрларын пайдаланып, 2 таңбалы сандарды жаз. 5 және 2 цифрларынан 57, 75, 55 және 77 сандарын, 2 таңбалы сандарын құрастыруға болады екен. Рим цифрлары сандарды белгілеу үшін латын әліпбиіндегі 7 әріптің көмегімен жазылатын таңбалар жүйесі. Яғни мұнда 5 әріп берілген, И әріпі 1-ді, В әріпі 5-ді, X әріпі 10-ді, L әріпі 50-ді, S әріпі 100-ді, D әріпі 500-ді, M әріпі 1000-ды білдіреді екен. Кез келген натурал сан осы цифрларды қайталау арқылы жазылады. Ал енді ережені мұқият тыңдап, естерінде сақтап жаттап алыңдар. Егер мәні үлкен цифр, мәні кіші цифрдің алдында тұрса, онда олардың мәндері қосылады. Мысалы, 2 ай саны қатар тұрса, 2-ні білдіреді. Өйткені бұның әрқайсысы 1 болады. 1-ді қосамыз 1-ге тең 2 болады. Ал егер ай саны 3 тұрса, онда 3-ті білдіреді. Өйткені жаңа айтып өткендей, ай саны 1-ді білдіреді. X-тан кейін ай саны 1-ге тұратын болса, бұл 11-ді білдіреді. Өйткені үлкен мәнді цифрдан кейін кіші мәнді цифр тұратын болса, онда ол қосылады. 10 қосу 1, 11 болады. Егер мәні кіші цифр, мәні үлкен цифрдің алдында тұрса, онда үлкен цифрдің мәнінен кішісінің мәні азайтылады. Мысалы, ай және В саны бұл 4-ті білдіреді. Өйткені В 5, ал ай одан кішкентай. Сол үшін де 5-тен 1-ді азайтамыз, тең 4 қалады. Ал жаңағы X-тің алдында ай саны тұрса егер, онда 9-ды білдіреді. Өйткені X 10-ды білдіреді, ал оның алдында кіші сан ай тұр, ол 1-ді білдіреді. Яғни 10-нан азайтамыз 1-ді, тең 9 болады. Екінші тапсырма, сандарды рим цифрларымен жаз дейді. Яғни берілген сандарды рим цифрымен жазамыз. 3, 7, 9 және 11 сандарын рим цифрмен осылай жазамыз. Үшінші тапсырма, апта күндерінің реттік нөмір кестесін толтыр. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі күндерін бірінші араб цифрымен және де рим цифрымен осылай жазып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Аптаның 7 күнін рим цифрымен дәл осылай жазады екенбіз. Төртінші тапсырма, өрнектердің мәнін тауып, олардың рим цифрларымен жаз. 1 қосу 4 тең 5, 11 азайту 4 тең 7. 4 қосу 3 тең 12 болады. 12-ден 7-ні азайтамыз 5 болады. 4-ке 8-ді қоссақ 12, 11-ден азайтамыз 9-ды тең 2, 5-ке 5-ді қоссақ 10, 12-ден азайтамыз 8-ді тең 4 болады екен. Рим цифрмен дәл осылай жазып шығады екенбіз, балалар. Бесінші тапсырма, теңдеулерді шеш. X қосу 33 тең 87. Бұл жерде X белгісіз. X-ті табу үшін 87 азайту 33, X тең 54. Ал енді орнына қойып тексеріп көреміз. 54 қосу 33 тең 87, 87 тең 87. С азайту 24 тең 37. Сыны табу үшін 37-ге қосамыз 24-ті, С тең 61. Ал енді орнына қойып тексеріп көреміз. 61 азайту 24 тең 37. 37 тең 37. Алтыншы тапсырма, рим цифрларымен жаз. Бір таңбалы натурал сандарды өсу ретімен жаз дейді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бір таңбалы сандар. Келесі 12-ге дейінгі 2 таңбалы натурал сандарды кему ретімен жаз дейді. 12, 11, 10. Осы 3 сан екен, балалар.
Жетінші тапсырма теңдік тура болатындай етіп бір таяқшаны ауыстырып қой. 3 азайту 2 тең 4. Әрине бұл дұрыс емес, сондықтан да 2-дегі бір таяқшаны алып, азайту амалын қосу етіп өзгертеміз. Сонда 3 қосу 1 тең 4 болады. Келесі 6 азайту 4 тең 9 дейді. Бұл дұрыс емес әрине, сондықтан да 9 болып тұрған бір таяқшаны алып, азайту амалын қосуға ауыстыратын болсақ, сонда теңдік тура шығады. 6-ға қосамыз 4-ті тең 10 болады екен, не балалар? 8-ші тапсырма. Жанар жыл сайын туған күніне сыйлыққа ойыншық алады. Бірінші жылы 1 ойыншық, екінші жылы 2 ойыншық алды. Егер әр жыл сайын алдындағы жылға қарағанда бір ойыншық артық алып отырса, 6 жасқа толғанда неше ойыншық алады? Жанар 6 жылда барлығы неше ойыншық алды? Ал егер де балалар әр жыл сайын бір ойыншық артық алатын болса, бірінші жылы 1 ойыншық, екінші жылы 2 ойыншық, үшінші жылы 3 ойыншық, төртінші жылы 4 ойыншық, бесінші жылы 5, алтыншы жылы 6 ойыншық деп барлығын қосып шығамыз. Сонда жауабы Жанар 6 жылда барлығы 21 ойыншық алды. 6 жасқа толғанда 6 ойыншық алады, балалар? Біз қолданып жүрген цифрлар араб цифрлары болғанымен, олар Үндістанда пайда болған екен, балалар. Осыны естеріңе сақтап алыңдар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Арнаға тіркелмеген болсаңдар тіркеліп алыңдар, және де сұрақтарың болса комментарий бөліміне жазып қалдыруды ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.